1 наурыз алғыс айту күні. Бұл жүректерді жақындастыратын, ризашылық пен құрметке толы ерекше мереке. Елімізде бұл мерекені алғаш рет 2016 жылы атап өтті. Осы жылдың 14 қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды алғыс айту күні деп жариялады. Міне сонан бері наурыздың алғашқы күні этностық және конфессиялық бірлік пен құрметті нығайтуға бағытталған күн ретінде тойланып келеді. Бұл мерекені енгізудің бір себебі өткен ғасырдың ауыр кездерінде Қазақстан жеріне қоныс аударған этностардың тарихын еске алу және сол кезеңде қазақ халқының кеңдігі мен бауырмалдығын ұлықтау. Алғыс айту күні өткенге тағзым, бүгінге шүкіршілік, болашаққа сенім білдіретін маңызды күн. Бұл мереке ел ішіндегі ынтымақ пен өзара құрметтің символы болып табылады. Музей тарихты сөйлететін, ұрпақ санасын тағылымдарататын киелі орын. Біз өткеннің негізін сақтай отырып, бірлік пен келісімнің құндылығын дәріптейміз. Осы мереке қарсаңында орталығымыздың барлық келушілеріне, қадірлі қонақтарымызға және барша қазақ еліне шынайы алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бірлігіміз бекен, ынтымағымыз мәңгі болсын.